Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 9 маусымға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Егер бүгін сізді ашуландыратын нәрсе болса, оны жүрегіңізге қабылдамауға тырысыңыз. Ертең бұл сізге қатысты болмайды. Жақын адамыңызбен маңызды әңгіме бастауға тырысыңыз. Бүгін тыңдауға және мәселені сіздің пайдаңызға шешуге барлық мүмкіндіктер бар. Егер сіз физикалық формада болғыңыз келсе, оны бүгіннен бастаңыз. Ерекше идеяларыңыз жүзеге асуы мүмкін. Төзімді болыңыз. Сапарға шығуыңыз мүмкін, қандай болса да қызықты болады. Шаяндар өздеріне тиесілі емес нәрсені алғысы келуі мүмкін, бірақ шабуылға шығар алдында 3 рет ойланыңыз. Арыстанды бүгін барлығы, отбасы мүшелері де, әріптестері де, достары да тыңдайтын болады. Бүгінде ескі таныстарыңызбен кездесе аласыз. Бұрын болмаған жерлерге бармауыңыз керек. Бүгін бикештің көңіл-күйі ойдың жылдамдығына байланысты өзгереді. Өзіңізді өзгелер үшін күлімсіреуге мәжбүрлемеңіз. Тілектер тізімін жазуды бастауға болады. Сіз бала асырап алу туралы көптен бері ойланып жүрсеңіз, бүгін осы тақырыпты көрсетуге сәтті күн. Бәрі ойдағыдай болады. Таразы өз буын біреуге шашуға асық болады, бірақ бұл дұрыс болмайды. Өзіңізге демалуға мүмкіндік беріңіз. Проблемалар ертеңге дейін күтіледі, ал бүгін тек бейбітшілік пен келісім күні. Жақындарыңызды жылулықпен және ықыласпен еркелетіңіз. Бүгінгі адалдық пен табандылық көп ұзамай өз жемісін береді. Кез келген іс әрекетті бастамас бұрын тағы бір рет ойланыңыз. Бейтаныс адамдардың сізді басқаруына жол бермеңіз. Жақын адамыңызды сағынасыз, бірақ тауешкінің тәкаппарлығы оның қайтып оралуына жол бермейді. Тәкаппарлықпен күресетін кез келді. Кешке демалуға тырысыңыз және ештеңе туралы ойламаңыз. Ертең сіз өз проблемаларыңызға ораласыз. Олар бәрібір сізден қашпайды. Сүйікті әніңізді қосыңыз, көңіліңіз көтеріледі. Селяви бүгінгі күннің ұраны. Балықтар үшін кем дегенде біраз уақыт демалысқа шығу, тіпті ұйықтау пайдалы. Маусымның 9-ына арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».